Сәлем достар, сіздермен бүгін қатпарлы самса жасаймыз. Слоеный тестодан. Тестасы менің алдыңғы видеомда бар. Менің каналыма тіркеліп көріп шығыңыз. Бізге керек бір пияз, бір картошка және фарш. Пияз, картошка майдақ тураймыз. Және бұрыш, тұз қосамыз. Қалауымызша асқабақпен жасауға болады. Бұл жерде тұз, қара бұрыш, қызыл бұрыш кішкене ғана қостым. Сіздерде самсаның приправасы болса, соны қоссаңыздар, өте дәмді болады. Міне тестамыз дайын. Морозилктен шығарып, бөлме температурасында ертіп аламыз. Қалыңызға жақсы жайылмай жатса, ұнға батырылсаңыздар болады. Жұмыртқаның сағысын жағып, духовкада 170 градуста пісіреміз. 25-30 минутта піседі. Міне самсаларымыз дайын, пісті. Өте қытырлақ. Сіздерге камерадан дұрыс көрінбейді. Жасап көріңіздер. Күшті қытырлап шығады. Менің каналыма тіркеліп, самсаның тестасын қалай жасау керектігін көріңіздер.